Бізді тест центр бекіткен тегін нұсқаны талдап өтейік. Бірінші сұрақ 3 дәрежелі 8 көбейтілген 27 дейді. Бұл жерде 8-ді және 27-ні куб түрінде ашатын болсақ, 2-нің кубы және 3-тің кубы түрінде жаза аламыз. Енді мынандай формула бар. Бізде а куб көбейтілген б куб болса, біз оны а көбейтілген б жақшада сыртына куб қойып жаза аламыз. Демек, мына жерде жалғастыратын болсақ, 3 дәрежелі 2 мен 3-ті көбейтіп алып 6 және сыртына куб қойып жаза аламыз. Сонда жауап 3-терді қысқартып жіберсек 6-ға тең болады. Келесі екінші сұрақ. Екінші сұрақта бізде осынша тонна берілген. 2,5 көбейтілген 15 дәрежесі тонна. Тоннадан килограммға айналдыру үшін біз оның мыңға көбейтеміз, оның 3 дәрежесіне көбейтеміз. Сонда килограмм пайда болады. Енді оны стандарт түрде жаз дейді. Стандарт түрде жаз десе, ол 1 мен 10-ның арасындағы сандар. Бірақ 10-ды біз жауапқа алмаймыз, 1-ді жауапқа аламыз. 1-ден бастап 10-ға дейінгі сандар ғой. 1-ді санаймыз, 10-ды санамаймыз. Енді осы айтылған аралыққа бізде қайсылар жатады? Стандарт түрге 2,5 жатады, 25 арасына кірмейді. 2,5 жатады және 25 кірмейді. Демек жауабы А немесе С болады. Бұл есепте жауап А болады, себебі 2,5-ті 10-ның 8 дәрежесіне көбейтеміз, дәрежелерін қосу арқылы. Келесі бізде тригонометриялық кер функциялар берілген. Кер тригонометрияға есеп. Арк синус берілсе, бізде минус таңбасын сыртқа шығаруға болады. Демек, минус 2 арк син төбірасты 3 бөлі 2 деп жазатын болсақ, минус 2 көбейтілген. Арк син төбірасты 3 бөлі 2 деген, ол синустағы қандай градуста пи бөлінген. Минус 1 мен 1-дің арасында қандай градуста болады? Пи бөлінген 3 60 градуста болады. Демек, бұның жауабы минус 2 пи бөлінген 3 болды. Келесіден адам минус таңбасын түсіретін болсақ, бізде қосу 3 болып кетеді. Яғни минус таңбасы. Және арк тангенс төбірасты 3 бөлі 3 дейді. Арк тангенс төбірасты 3 бөлі 3 деген бізде қай градуста жатады екен? Бұны білуіміз керек. Кесте бойынша бізде төбірасты 3 деген синустарда 60 градуста болған үшін бізде төбірасты 3 бөлі 3 деген, ол 1 бөлі төбірасты 3 деген сөз. Значит, қысқарту арқылы 1 бөлі төбірасты 3 қой. 2-ден 1-дің 1-і, төбірасты 3 бөлі 2-нің төбірасты 3 деген сияқты ойлансақ, бізде берілген үстінде 30 градус. Демек, арк тангенс 30 градус дегенде пи бөлі 6 деп жазамыз. Арк косинуста бізде минус таңбасы сыртқа қалай ашылады? Арк косинустарды еске түсірейік. Бұл бізде де былай ашылады. Пи азайтылған төбірасты 3 бөлі 2 деген ол 30 градус қой. Яғни пи бөлі 6. Демек, бұл бізде 5 пи бөлі 6 деп жазуымыз керек. Мына жаққа қосу 5 пи бөлінген 6. Әрі қарай арк тангенсте минус берілген, значит минус берілсе, ол сыртқа шығады. Сонда бізде ол қосылған 2 көбейтілген арк тангенс 1, яғни пи бөлі 4 түрінде жазылады. Енді әрі қарай не істейміз? Осы өрнекті шығарайық. Бізде минус 2 пи бөлі 3 болды. Нақты 3 пен 6-ны қысқартып пи бөлі 2 болды. Мына жерде 5 пи бөлі 6 болды. Мына жақта қысқартып жіберсек пи бөлі 2 болды. Енді біз есептейтін болсақ, ортақ бөлім 6-ға келтірсек, мынаған 2 береміз, мынаған 3 береміз, мынаған 1-ді береміз, мынаған 3-ті береміз. Сонда ортақ бөлім 6. Үстінде минус 4 пи, қосылған 3 пи, қосылған 5 пи, қосылған 3 пи болып тұр. Сонда бізде минус 1, 4, 7 пи бөлі 6 деп шығады екен. Жауап Б-ға тең болады. Келесі бізде 4-ші есеп. X-ті және Y-ті беріп қойған орнына қою арқылы шығара салайық. 2-нің квадраты қосылған 4 көбейтілген 2. Екінші өрнекте біз Y-ті қоямыз, 3-тің квадраты азайтылған 3 деп. Сонда мына жерде орындайтын болсақ, бізге 4-ке 8-ді қосу 12. Мына жақта орындасақ, ол 6. 12-ке 6-ны көбейтсек, жауап 72 болады. Өте оңай есеп. Келесі бізде 5-ші есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл теңдеуде бізде
квадраты теңдеу. Дискриминант бойынша шығара салсақ болады. D тең 3-тің квадраты. B квадрат минус 4ac. Яғни 3-тің квадраты бізде 3-тің квадраты неше болады? 9 минус 4ac. Минус 4a и c деген минус 9 деген сан. Сол кезде бізде 9-ға қосу 72-ні. Яғни 81 шығады. Бұл 9 деген санның квадраты. Енді біз оны x1 және x2-ге жіктейтін болсақ, онда бізде 3 қосылған плюс-минус 9 қосамыз, және 2/2-ге бөлеміз. Біріншісі қосып 4-ге бөлсек, 12-ні 4-ге 3 шығады. x2 бізде, x1 болды. x2 бізде азайтып 4-ге бөлсек, 6-ны 4-ге бөлгенде минус 6-ны 4-ге 1,5. Ол x2-нің мәні. Бұнда жауап 3 пен минус 1,5 деген жауаптар. Яғни Б нұсқасы дұрыс жауап болады. Келесі. Бізде теңдеулі жүйесін x0 және y0 болса, онда x0 мен y0-дің көбейткенде не шығады деп. Мына жүйені шығаруымыз керек, сонда x0 y0 шығады екен. Так, бұл жерде астыңғы қатарды 6-ға көбейтіп шығайық. Сол кезде бізде үстіңгі қатар өзгермейді. 5x азайтылған 6y тең минус 1. Астыңғы қатар 24x қосылған 6y тең 30 болып өзгереді. Қосу таңбасын қосатын болсақ, ол y-тер жойылады. x-тер қосатын болсақ 29x. Сандарды қосатын болсақ 29. Яғни x-тің мәні бізде 1-ге тең болды. Y-тің мәнін табу үшін жаққа x-тің мәніне 1 қоямыз. Сосын мына өрнекті шығарамыз. Сонда y-тің мәні шығады. 4 көбейтілген 1 қосылған y тең 5. Y тең 5 азайтылған 4. Яғни y-тің де мәні 1-ге тең екен. Бұл жердегі x көбейту y демек бізде 1 көбейтілген 1 1-ге тең болады. Нұсқа Б нұсқасы. Келесі бізде жетінші есеп. Жетінші есеп бізге y тең косинус x функциясының графигі мен x тең минус пи бөлі 6, x тең пи бөлі 6, y тең 0 түзілімі шектегі фигураның ауданын тап деп берілген. Енді косинус x бізде қай аралықтарда минус 1 мен 1-дің арасында жүреді. Y тең 0 десе, демек біз бұл функцияны былай шығарамыз интегралда минус пи бөлі 6 мен пи бөлі 6-ның арасында косинус y азайтылған 0 деу арқылы, y1 минус y2 y1 минус y2-ні dx деп интегралға салатын боламыз. Енді біз интегралдан косинус x-ті шығаратын болсақ, ол бізде синус x-ке тең. Сонда синус x-те x-ның орнына пи бөлі 6-ны бірінші қоямыз. Азайтылған екінші синус x-ның орнына минус пи бөлі 6-ны қоямыз. Сонда синус пи бөлі 6 деген бізде синус 30 градус, яғни 2-ден 1-ге тең. Мына жақтағы минус алдына шығады, ол плюске айналады, және синус пи бөлі 6 қайтадан 2-ден 1-ге тең. Екеуін қоссақ, жауап 1-ге тең. Келесі есеп бізде 8. 8-ші есепте бізде не сұрап жатыр? Қиық конус дейді. Қиық конус салайық. Осындай бір қиық конус салынады. Табан радиустары 2 және 5 дейді. Кіші радиусын біз 2, үлкен радиусын 5 деп алайық. Биіктігі 4-ке тең. Биіктікті бетіп алайық, 4-ке тең болады. Бүйір бетін ауданы. Қиық конуста бүйір бетін ауданы табатын формула. Ол пи RL негізі конусты ал. Қиық болған үшін 2 радиусты қосып L-ға көбейтеміз. L деген бізде жасауша. Значит, бізге формулада пи бар, пиді берді, онда 3 деп алыңыз деп. Радиустар бар, міне 5 және 2. Тек қана L жоқ. Ол L-ді табу үшін мына жақтағы формула биіктікті мына жерден түсіреміз. Былай қарай түсіретін болсақ. Және мынау радиус, кіші радиус, мына жерде де 2-ге тең болады. Демек 5-ті 2-де 3 деп бөліп аламыз. Және 4-ті былай қарай жылжытатын болсақ, 4, 3 және L деген бізде тікбұрышты үшбұрышта не пайда болады? Пифагор теоремасына қойып шығаратын болсақ, L-дің мәнін таба аламыз. L квадрат 3 квадрат плюс 4 квадратқа тең. L квадрат демек 25-ке тең. L деген 5 деген сан. Мына жаққа жасаушыға 5 жазамыз. Сонда 3 көбейтілген 7 көбейтілген 5 бізде 105-ке тең болады. Жауабы А болады.
Келесі бізде 9-шы есеп, бұл теңсіздікке арналған есеп екен. Соны шығарайық, теңсіздік есебін. Так, бізде мынау біріншіден 5-тің x дәрежесі, 5-тің 2 дәрежесі. Мына негізіндегі сан бізде бірден үлкен сан, демек бізде таңба сақталады. Так, 0 мен 1-дің арасындағы сан болған кезде таңба ауысатын еді. Так, мына жерді қарайық енді. Мына жақта тоже көрсеткіштік теңсіздік, яғни 3-тен 1-дің x минус 8 дәрежесі, және 3-тен 1-дің 3 дәрежесі деп жіктей аламыз. Бірақ бұл жерде шығарған кезде x минус 8 кіші 3-тен болады. Неге? Өйткені мына жердегі сан бізде негізінде берілген сан ол 0 мен 1-дің арасында болған болса, онда таңбасы ауысады. Ал 1-ден үлкен сан болатын болса, онда таңбасы сақталады деген сөз. Так, енді осы теңсіздіктерді шығарамыз. X үлкен 2-ден, мына жақта x кіші 11-ден болады, x кіші 11-ден. Енді суретін салатын болсақ, 2 және 11-ді орналастырып, 11-дің сол жағын боя деп жатыр, 2-ның оң жағын боясын деп жатыр. Демек жауап 2-ден 11-ге дейін болады. С болады жауабы. Келесі есеп бізде 10-шы есеп. Так, тригонометриялық теңдеу. Бұл есепті шығару үшін біз 2 косинус 2x-ті тең 1 деп аламыз, яғни 1-ді былай қарай көшірдік. Сонда косинус 2x болады 1 бөлінген 2-ге. Ары қарай 2x тең болады. Косинустарда плюс-минус деп ашамыз, оң сан болса, иә. 2-ден 1 деген бізде қай градуста, яғни 60 градуста пи бөлінген 3 деп аламыз. Пи бөлінген 3 плюс 2 пика. X тең 2-ге барлық жақты бөліп тастайтын болсақ, мына жақта x пайда болады, мына жақта пи бөлінген 6 пайда болады, мына жерде пи k пайда болады. K бізде бүтін сандар тиесілі. Так, сонда бізде ответ болады екен С нұсқасында. Так, келесі есеп бізде туындыға байланысты берілген. Осы берілген функцияның туындысын тапсын дейді. Так, 3x-тің туындысын тауып алайық, бірінші. Бұл бізде ax-тің туындысы, яғни бірінші өзі жазылады, потом ln a жағына, яғни ln 3 жазылады. Егер x-тің орнында басқа сан тұрса, оның да туындысын алуымыз керек. Бізде x-тің орнында x-тің туындысы 1 болған үшін жазбаймыз. Келесі 4x квадраттың туындысы, яғни бірінші 2 алдына түседі, 4, сосын x 2-ден 1 азайтылады, яғни 1 дәрежесі. Значит, 4x квадраттың туындысы 8x. Осы екеуін қосындысын іздейміз, онда 3-дің x дәрежесі ln 3 қосылған 8x деген нұсқа қайсысында? А нұсқасында, демек А нұсқасы дұрыс жауап болады. Так, 12-ші есеп. Тағы да теңсіздіктер берілген. Ең үлкен бүтін шешімін тапсын деп жатыр. Бірінші теңсіздіктің мәндерін тауып алайық. X минус 2 тең 0, x тең 2-ге, x плюс 4 тең 0, x тең минус 4-ге. Орналастырамыз. Бірінші минус 4 екеуі де боялады. Кіші немесе тең деп жатыр. Теңі бар болса боялады барлығы. Енді бізге таңбаларды анықтаймыз. X-тің алды плюс, x-тің алды плюс, демек плюс, минус, плюс деп жазылады. 0-ден кіші жағын, яғни 0-ден кіші минустарды боя деп жатыр. Жауабы минус 4-тен 2-ге дейін болады. Бірақ та ең үлкен бүтін шешім деп жатқан үшін, мынау 2 кіріп тұрған үшін 2-ның өзі ең үлкен бүтін шешімге жатады. Так, келесі бізде 13-ші есеп. Так, 13-ші есепті шығару үшін біз не істейміз ең бірінші? Суретін салуымыз керек, ABC үшбұрышы берілген. ABC үшбұрышының суретін саламыз. Енді AB қабырғасы 5-ке тең, BC қабырғасы 4-ке тең. B бұрышын 60 градус деп алсын дейді. AC қабырғасының ұзындығы дейді. Енді қарап отырсақ, 3 қабырға және 1 бұрыш, бұл бізде Койшенштадт теоремасын арқылы шығарылады. X квадрат тең болады 5 квадрат қоса 4 квадрат, азайтылған 2 көбейтілген 5 көбейтілген 4 және косинус 60 градус. Сонда x квадрат 25-ке 16-ны қосатын болсақ 41, азайтылған 40 косинус 60 деген 2-ден 1, яғни 2 мен 40 қысқарады да 41 азайту 20 болып қалады. Яғни x квадрат сонда 21-ге тең.
X деген түбір астында 21 деген жауапты аламыз. Жауап Б болады. Енді келесі бізде есеп туындысын табыңыз. Қайтадан туындыға байланысты берілген 3 арк синус және минус 4 арк косинус дейді. Арк синустың туындысы бізде қандай болатын еді, еске түсіріп алайық. Ол 1 бөлінген түбір астында 1 азайтылған x квадрат болады. Арк косинустың туындысы бізде ол керісінше, точнее тура осы, бірақ та алдында минуспен болады. Яғни минус 1 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат. Осы бойынша шығарамыз. Яғни біріншісі 3-ті, бұл коэффициент алынбайды. Арк синустан туындалған кезде 1 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат деп жазамыз. Минус 4 көбейтілген. Мына жақтағы минус формулада жаза берейін. Бірінші формуласын жазып алайын. Так, түбір астында 1 минус x квадрат. Яғни x квадрат өйткені x берілген үшін, 5x берілсе 5x шақшада квадрат деп жазасыңдар. Так, енді 3 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат, 2 минус плюске айналады да, 4 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат. Ортақ бөлім 1 минус x квадрат түбір астында алымында 7 болады. Яғни жауап бізде бұл D нұсқасында тұр, жауап D болады екен. Келесі 15-ші есеп. Тікбұрышты параллелепипедтің өлшемі, үш өлшемі берілген және диагональ ұзындығын табыңыз. Тікбұрышты параллелепипед. Салып алайық суретін. Енді тікбұрышты параллелепипедтің суретін салдық. Әрі қарай диагоналінің ұзындығын табыңыз. Так, 6, 6, 3 деп берілген. 6, 6 және 3 деп берілген деп ала берейік. Қатты разница жоқ. Енді диагоналінің ұзындығы табыңыз. Мына жақтан бастап, мына жаққа дейін қанша болады. Бұл жақта бізде диагоналінің ұзындығын табу үшін D деп алайық. Мына жақтағы 3-ті, 3 қояны параллель бойынша. Және 6, 6 квадрат, 6 түбір асты 2-ні істеміз. D квадрат тең болады 3 квадрат плюс 6 түбір астында 2 квадрат деп Пифагорға саламыз. D квадрат тең болады 9 қосылған 36-ны 2-ге көбейтсек 72. Яғни D квадрат 81-ге тең, D-ның мәні 9-ға тең. Немесе мынандай формула бар. Жаттап алсаңдар болады. Тура осындай сұрақ келетін болса, D квадрат, яғни диагональдің квадратын табу үшін біз A квадрат плюс B квадрат плюс C квадратты қолдана салуға болады. Мынау A квадрат, B квадрат және C квадратты қостық деген сияқты. Сонда жауап 9 болады. Келесі бізде көрсеткіштік теңдеулер түбірлерін табыңыз дейді. Так, 3-тің x квадрат минус 6x плюс 4 дәрежесі. Мынау бізде 3-тің 81 деген 3-тің 4-ті, бірақ 1 бөлінген болған үшін минус 4 дәрежесіне тең болады. Сонда x квадрат минус 6x плюс 4 тең болады минус 4-ке. X квадрат минус 6x минус 4-ті қосып алып келсек, плюс 8-ге тең 0. X-тің мәндері дискриминант бойынша тапсақ, минус 6 квадраты 36, минус 4 аты 4 көбейті 1 көбейті 8, яғни 32-ні азайтамыз 4-ке тең. Яғни бұл 2-ның квадраты. X1 және 2-ні анықтайық. 6 плюс минус 2 бөлінген 2. Қоссақ 8 2-ке бөлсек ол 4, азайтсақ 4 2-ке бөлсек ол 2. Яғни X1 4, X2 2 болды. Яғни жауап Б нұсқасында екен. Так, келесі есеп. Логарифмге байланысты теңдеулер жүйесі берілген. 2 түбірді тауып, қосқанда қандай мән шығады деп жатыр. Так, енді шығарайық бұны. Логарифмдердің қасиетінде білеміз, логарифм А қосылған логарифм Б болса, ол бізде логарифм А көбейтілген Б болады. Яғни нақты 10-дық деп ала салайын примерно. Ол кезде бізде көбейтіледі. Енді кеттік, аргументтерді көбейтіп аламыз. Енді мына жақта тура сол нәрсе беріліп тұр. LG деген бізде логарифм 10-дық. Оннан x плюс y көбейтілген x минус y түрінде жазамыз. Мына жерде де логарифм 10-нан 4, 1 деген санды логарифм 10-нан 10 деп алсақ болады. Өйткені қысқарту арқылы бұл 1-ге тең. Енді мына жерде логарифм 10-нан x квадрат минус y квадрат пайда болды.
мына жақта логарифм 10-нан көбейту арқылы 40 пайда болады. Сонда бізде x квадрат минус y квадрат 40-қа тең деген бір өрнек шықты. Енді мына жаққа қараймыз. Так, бұл жерде бізде не істеуге болады? Так, бізде бөлу арқылы шығарсақ болады екен, мысалға былай істейік. Мынандай нәрсе бар енді тағы да. Логарифм a 10-нан a деп берейікші, логарифм 10-нан b десек, бұны біз логарифм a бөлі b 10 деп жазсақ болады. Яғни біз логарифм a дегенде 2 деп алайық. Так, жоқ былай міне. Бізде 10-ның 2 минус логарифм 10-дық x минус y қой. Тең 25 деп тұр. Енді мынау 10-ның квадраты дегенде 100 деп алайық. Минус болған үшін дәрежелерді астына кетеді. 10-ның логарифм 10-дық x минус y дәрежесі. Яғни 10-дарды біз қысқартып жіберсек болады, тең 25-ке. Сонда 100 бөлінген x минус y тең 25-ке болды. Бір қойсақ, ары қарай 100 бен 25-ті қысқартып жіберсек болады, 4 және 1. Ары қарай кіресіне кіріс x минус y 4-ке тең болады. Мынаны біз ашатын болсақ, x минус y және x плюс y деп 40-қа тең деп, мына жерге 4-ті қоятын болсақ, x плюс y бізде 10-ға тең болады. Осыдан x плюс y-ті біз таптық міне. x плюс y как раз сұралды. Жауап x плюс y 10-ға тең. Д нұсқасы. Келесі. Векторларға байланысты есеп. Параболасында осы нүктелерде өтетін жанамалардың қиылысы, вектор емес жанамаға байланысты есеп екен. Осы нүктелерден өтетін жанамалардың қиылысу нүктесі қандай? Ең бірінші біз примерно суретін түсініп алайық, какой-то жанама өтеді. Осындай жанама деп алайық. Сосын олардың қиылысы нүктесі деген екі жанама өтеді, получается, солардың қиылысы нүктесі. Мысалы, біреу былай өтті дейік, біреу былай өтті дейік. Қиылысы нүктесі деген мына жердегі бір нүктесінің общий екеуіне де қатысты. Яғни y-терін теңестіру арқылы шығаруға болады. Осын тапсын деп жатыр. Так, жанаманың формуласы қандай бізде? Y тең f'(x нолевой көбейтілген x минус x нолевой болады, плюс fx нолевой. Енді осы жанаманың теңдеуін табу үшін біз мына жақта берілген нүктелер, так, параболасына нүктелері арқылы өтетін. Так. Бірінші, давайте осы x бірінші нүктені қойып көрейікші. Бірінші нүктені туындысына қойып көрейік. Туындысы қандай бұның? Y' деп алайық. 2-ден 1, 2-ден 1. X минус 1-дің, яғни бұл x минус 1 деген кезде 2 түседі де алдына, 2 бит түседі. 1 дәреже қалып қояды үстінде. 2-лер қысқарады, туындысы x минус 1-ге тең екен. Мынаның туындысы бізде x минус 1-ге тең екен. Сол туындыға минус 1-ді қойық, енді x нолевой ғой, нақты нолевой деген x нолевой ғой, y нолевой. Так, енді қойық. Y тең болады. Мына жерге минус 1-ді қойсақ, ол минус 2 шығады. X минус 1-ді қойсақ, плюс 1 болады. Плюс f-ні өзіне қоямыз. Минус 1-ді қойық, минус 1-ді қойық. Сонда не болады? 2-ден 1 көбейтілген минус 2-ның квадраты, ол 4-ке тең. Қысқарту арқылы 2-ке тең ғой. Y тең минус 2x минус 2 плюс 2. Сонда y тең минус 2x деген теңдеу шықты. Минус 1-ді қойсақ, вот y-ге 2 шығады как раз. Енді келесі екінші теңдеуді тапқымыз келсе, оны x нолевой ретінде қарастырамыз. Получается y тең, бұл жерде 2-ні туындысына қоямыз, туындысына ғой. Значит, 1-ге тең болады. Көбейтілген x минус 2 қосылған 2-ні мына жаққа қоямыз. Так, 1-дің квадраты 1, 2-ден 1 болады. Сонда y тең x минус 2 плюс 0,5. Y тең x минус 1,5 ғой. Екінші теңдеу. Енді осы жақта жанамалардың қиылысы нүктесі қандай дейді.
бұл жақта табу үшін біз осы екеуін бір-біріне теңестіруіміз керек. Қарай. Мына шыққан минус 2x пен y-терін теңестіруіміз керек. X минус 1,5-ті. Сонда x-ті көшіретін болсақ, минус 3x тең минус 1,5, x тең 0,5-ке. Яғни 0,5 деген вариант тек қана d нұсқасында тұр. Осы болады. Ал егер y-ген тапқымыз келсе, өзі мына жақта y-ге де қоя саламыз бүйтіп 0,5-ті. Вот y-ге минус 1 екен деген сияқты. Так, келесі есеп бізде трапецияға байланысты есеп. Табандары 20 см және 50 см болатын трапецияны суретін салайық. Так, 20 және 50 см А, Б, С деп белгілеп қояйық. Бүйір қабырғасы тең 3 бөлікке бөлініп, бүйір қабырғасы тең 3 бөлікке бөлінді десе, так, былай түзулерсіз жасалайық. Вот мынау тең, мынау тең болды деген сөз ғой. Так, осы бөлік нүктелерінен екінші бүйір қабырғасына дейін трапеция табандарына параллель кесінділер жүргізілген. Осы бөлік нүктелерінен деген мына жерлер мысалға. Екінші бүйір қабырғасына дейін трапеция табандарына параллель кесінділер жүргізілген. Аха. Міне, трапеция табанына параллель екінші бүйір қабырғасына дейін, мына жақ қой екіншісі. Трапеция табандарына параллель, кесінділер жүргізілген, Осы кесінділердің ұзындықтарын табымыз. Мынаны және x-тік, мынаны y-ті сұрап отыр, осы үшеуін сұрап отыр, екеуін сұрап отыр. Қанша болады? Так, біз қалай істейміз? Пластик, давайте мы кіші трапеция деп алайықшы бірінші, да? Осыны кіші трапеция деп алсақ. И осы кіші трапецияда бірінші орта сызықты x деп алсақ. Значит, 20 қосылған y бөлінген 2, ол x-ке тең болады. Екіншісін біз былай алайық. Мына қызылмен сызылғанды, мына екінші трапецияны алайық. Сол кезде y-ті табу керек болады уже. Значит, x қосылған 50 бөлінген 2 тең y болады. И осы екеуін жүйеде шығарып жасақ болады. Давайте крест-накрест көбейту арқылы жүйесін жасайды. 2x тең y қосылған 20 болды. Мына жақта 2y тең x қосылған 50 болды. Теңдеулерді бір жаққа жинасақ, әріп өрнектерде 2x минус y тең 20 болады. Минус x болып келеді, плюс 2y тең 50 болады. Енді бір айнымалыға келтіру үшін мынаны 2-ге көбейтіп жіберейік. 2-ге көбейтіп, полностью қатарды не болады екен көрейік. Так, 2x минус y тең 20 болады. Мынаны 2-ге көбейтіп жіберсек, минус 2x плюс 4y тең 100 болады. Қосу орындасақ x-тер жойылады. Y-тер бойынша 3y, қоссақ 120. Y бізде 40-қа тең болды. Y 40-қа тең болса, мына жерге қоя салайық. Мына жерге. Сонда x-тің мәнін тауып аламыз. 2x 60-ға тең, 1x 30-ға тең деп. X-ті таптық, Y-ті таптық. Осы кесінділердің ұзындықтарын таптық. 30-да 40 болады екен жауап бұл нұсқасында. Келесі. Бізде периодты ондық бөлшектің жай бөлшекке айналдырыңыз дейді. 1,2 жақшада 3, яғни периодты 3 дейді. Бұнда есептерде біз былай жасаймыз. 1,2 деп қоямыз. Жақшасы бар сандарға 9 жазылады, жақшасы жоқ сандарға 0 жазылады. Яғни 90 жазылады. Және барлығын 23 ретінде жазамыз, және жақшада емес санды азайтамыз. Сол кезде бізде 1,2190-нан шығады. Бұл бізде 3-ге қысқаратын сан. 1,30-дан 7 деген жауапты аламыз. 1,30-дан 7 деген жауап болмаса, бұл 30-дан 37 деген сан болады. Аралас саннан бос санға айналдырдық. Так, келесі. Жастыққа дейінгі қашықтық дейді. Нүктеден жастыққа дейін қашықтық бізде формуласы бар. Сол формуланы қолдана саламыз. Есептің жауабы шыға салады.
формула бізде мына жақтағы мынандай формула ғой. AX қосылған B, Y қосылған S, Z қосылған D бөлінген түбір астында A-ның квадраты, B-ның квадраты, S-ның квадраты түрінде жазамыз. Енді AX деген бізде X, Y, Z болса, мына жаққа X-ті орнына қойып жазамыз ғой. X-тің орнына. A деген алдындағы 1 деген сан, B деген алдындағы 1 деген сан, S деген бізде 2 деген сан. Сонда 1-ді көбейтесің дейді 0-ге. 1 көбейтілген 0 болады. Плюс B-дағы 1-ді көбейтеміз Y-ге 1-ге. Қосамыз 2-ні Z-ге. Z деген тоже 2 деген сан. Қосамыз D-ні, 10-ды. Түбір астында осы коэффициенттер 1 квадрат, 1 квадрат және 2 квадрат. Сонда жауап болады модульде қанша болады? Модульде 0 қосу 1, 1, 1 қосу 4, 4, 1 қосу 4, 5 и 15 болады. Модульде 15 бөлінген түбір астында 6-да. 15 бөлу түбір асты 6. Екі жақты да түбір асты 6-ға көбейтіп жіберсек, 15 түбір асты 6 бөлу 6, қысқартып жіберсек 3 деген санға 5 түбір асты 6 бөлу 2. 5 түбір асты 6 бөлу 2 деген А нұсқасындағы жауап болады екен. Келесі бізде қайсыға келдік? 22-ші есепке келдік. Енді жақшаны ашайық. Бұл жерде барлығын көбейту керек деп тұр ғой. Бірінші минустардың санын қараймыз, бір ғана минус бар. Жауап онда минуспен шығады екен. Сандарды көбейтейік. 2-ні, 3-ті болса, демек жауап 3 көбейту 2, 6 деген сан. Барлығында 6 деген сан бар. X-терді алып алсақ, мына жақта x квадрат, мына жерде x куб. Мына жерде x квадраттың кубы деген x квадрат және x квадрат түрінде жазсақ, x 6 дәреже. Яғни жауап сонда неше болып тұр? 6 көбейтілген x-тің 11 дәрежесі дейді. 12 дәреже деген қате. Демек B және S-ның біреуі болады. Енді y-ті көбейтетін болсақ, y-тің 1 дәрежесі көбейтілген y-тің 2 дәрежесі және y-тің 3-ның 3-і деген 3 көбейту 3 9 дәрежесі болады. Демек сонда y-тің 12 дәрежесі. Демек жауабы минус 6, x 11, y 12. С болады. Так, енді келесі сұрақ. Түбірлерін анықтаңыз дейді. Так. Бұл есепте біз не істесек болады? Түбірлерін анықтау үшін дәрежелерді сыртқа шығарамыз ғой. Мысалға 2-ның 3 дәрежесі деп тұр. Значит, былай жіктеп алайық. 2-ның 3x дәрежесі, 2-ның 1 дәрежесі, 9-ның x дәрежесі. 9, 2-ның 3x дәрежесі, 2-ның 1 дәрежесі. 4, 3-дің 2x дәрежесі, 36 тең 0 болып тұр. Енді мына жерде 8-дің x дәрежесі болады, және 9-ның x дәрежесімен 2 қалды. 8-дің x дәрежесімен 18 болады, яғни 9 мен 2-ні көбейтсек сразу. Так, 9-ның x дәрежесімен 4 болады, және 36 тең 0 болады. Енді жақшаға жіктей аламыз ба, көрейік. Так, давайте берілген басындағысын жіктеп көрейікші. Мына екеуінде бізде общий не бар? 8x дәрежесі бар екен. Мына жақта 9-ның x дәрежесі көбейтілген 2 мен 18 қалды. Мына жерде 4 деген сан екеуінде де бар. 4 сыртқа шығарып жіберейік. 9-ның x дәрежесі минус 9 болады. Неге? Өйткені екеуі бірге қайттан плюсті беру керек. Тең 0. Так, почти ұқсайды екеуі. Тек қана 2 деген сан шықпай қалыпты ғой. Онда бүйтеміз 8-ның x дәрежесі, еще 2-ні де шығарып жібереміз. Сонда 9-ның x дәрежесі минус 9, 4. 9-ның x дәрежесі минус 9 тең 0 болады. Сонда мынау бізде жақшалар бір өрнек болып тұрады. Жақшаның жанында тұрған өрнектер, яғни 2 көбейту 8-дің x мен минус 4 бір өрнек болып жақшаға жазылады. Сонда 2 өрнек шығарылады. 9-ның x дәрежесі минус 9 тең 0, және 2 көбейтілген 8-дің x минус 4 тең 0.
9-ның x дәрежесі тең 9 болады. X деген сан 1-ге тең. Мына жерде 2-ның 8x дәрежесі тең 4-ге болады. 2 мен 4-ті қысқартып алсақ, бұл 2-ның 3x дәрежесі, мына жақта 2 деген сан. Так, дәрежесіндегілер өрнектер теңестіретін болсақ, x-тің мәні бізде 1 бөлінген 3-ге тең болады. Сонда 2 мән шықты. Бізде 3-тен 1 және 1. Енді ол жауап қайсында тұр? А нұсқасында тұр, жауап А болады. Келесі теңсіздігін шешіңіз дейді. Так, бірінші мынандай өрнектер бар. Бізде сол өрнектерді жасап алуымыз керек болады ғой. 1 жақшада 3 дейді. 1,9-дан 3 деген сан. Яғни қысқарту арқылы бұл 1,3-тен 1 деген сан болады. Мынандай өрнек бар тағы да. 1 жақшада 1 ол 9-дан 1. Келесі мынандай өрнек бар. 2 жақшада 2 ол 9-дан 2 деген өрнектер. Осыларды біз қазір ашып жасаймыз енді. 3 көбейтілген 1,3-тен 1 минус x үлкен немесе тең 1,9-дан 1 көбейтілген 1 минус 2,9-дан 2 көбейтілген x дейді. 3 көбейтілген жақшада 3-ті жеке-жеке көбейтіп ашатын болсам, 3 көбейтілген 3-тен 4 түрінде жазылады. 3 көбейтілген x 3x болып ашылады. 9-дан 10 деген сан 1-ге көбейтеміз және 9-дан 10 деген санды 9-дан 20 көбейту x деп жазамыз. 9-дан 20 деген сандан шықты. Көбейтіліп қосылған кезде 9-дан 20 шығады. Так, мына жерде 3 қысқарады. Демек 4 азайтылған 3x болады. Мына жақта 9-дан 10 81-ден 200x болады. X-терді сол жаққа жинайық. Минус 3x плюс 81-ден 200x 9-дан 10 азайтылған 4 болады. Ортақ бөлім давайте 81-ге келтіретін болсақ, минус 243x плюс 200x бөлі 81. Мына жақ 81-ге келтіретін болсақ, ол 9, мына жақ 81-ге келтіретін болсақ, 81. Демек 81, 90 азайтылған 324 деген сан. Бөлімі 81-ге тең болды. Бұл сан болғандықтан 60-ай беруге болады. Тек қана алымын шығарайық. Минус 243-тен x-тен минус 200 плюс 200 жасайтын болсақ, минус 43x болады. 90-нан 324-ті азайтатын болсақ, минус 324-тен 90-ды азайтамыз ғой. 24-ті алып тастаймын. Одан кейін қанша қалды? 66-ны алып тастаймын. Сонда 234 болады. Таңба ауысады, себебі минус 43-ке бөліп жатырмыз. Так, 234-ті 43-ке бөлеміз. Бұл 43-ке бөлінбейді. Демек, бұл бізде где-то қанша болады, соны білуіміз керек. 5-тен берсем болады екен. 5-тен берем 43, сонда 215 болады. 215 неше қалады? 19 қалады. Значит, 5,43-тен 19 кіші немесе тең болды x-тен д болады нұсқа. Так, келесі 25-ші есеп. Функциясы үшін туындысына 1-ді қой дейді. Так, туындысын табайық. Так, 4 алдына түседі. 5-тің x кубы минус 2 көбейтілген x куб дейді. 3 дәрежесі қалады. Енді ішіндегіден туынды алуымыз керек. Бірінші 5-тің x кубынан туынды алатын болсақ, бұл бізде былай жасайық, жанына 5-тің x кубы минус 2 бөлінген x кубтан да туынды алып көбейтеміз. Яғни бөлек туындысын алып алайын дейді. Мынаның туындысын алатын болсақ, бұл бізде 15x квадрат болады. 2 бөлінген x кубтан туынды алатын болсақ, бұл бізде 2 көбейту x-тің минус 3 дәрежесінен туынды алу керек. Значит, 2 көбейтілген минус 3x минус 2, значит, минус 6 бөлінген x квадрат болады екен. Енді мынаны жазайық ары қарай барлығын. 4 көбейтілген 5x куб минус 2 бөлінген x кубтың кубы көбейтілген, надан туынды неше шықты? 15x квадрат
Мына жердегі минус пен мына минусты плюс түрінде жазсам, 6 бөлінген x квадрат деп жазамын. Енді сол туындыға 1-ді қойсын дейді. 1-ді қойып шығамыз. 4 көбейтілген 5 көбейтілген 1 минус 2 бөлінген 1 және соның кубы. 15 көбейтілген 1 қосылған 6 бөлінген 1. Сонда 4 көбейтілген 5 азайтылған 2 ол 3-тің кубы керек. Және 15 қосылған 6 21-ді көбейту керек. 4 көбейтілген 27 көбейтілген 21 болып тұр. Енді көбейтейік осылар. 4 көбейтілген 27 деген бізде қандай сан ол? 8. Так, x ойда 108. 108 21-ге көбейтіп жіберсек, неше шығады? 22 68 шығады екен. Яғни жауап С. Келесі бізде контекст сұрақтары. Так, құбыр жүргізу туралы. Шаруа қожалығы радиусы 0,2 метр, ұзындығы 400 метр болатын құбыр жүргізу үшін ені 1,2 метр, ұзындығы 400 метр, тереңдігі 0,6 метр тікбұрышты параллелепипед тәрізді канал қазды. Құбырды жүргізгеннен кейін каналдан шыққан топырақтың белгілі бір бөлігі каналды қайта толтырып жер бетімен бірдей етіп тегістеді. Артылып қалған топырақты 1000 метр квадрат аумаққа біркелкі жайып тастады. Пиді 3,4 деп алыңдар дейді. Так, енді шығарайық есепті. Так. Бізде қашықтық сантиметрмен берілген. Жер бетінен құбырға дейін қашықтық. Так, құбыр деген астында болады ғой. Значит, мынау жер деген үстінде жер болады, мынау жер міне. Құбырға дейін қашықтық деген мына жерді сұрап отыр бізде x. Осы жер қанша дейді. Соны табуымыз керек қой. Так, бізде радиус берілген ба, шеңбердің? Радиусы 0,2 метр деп беріліпті. Мына жер, значит, 0,2 метр. Мына жақ тоже 0,2 метр болады. Өйткені радиус деген қайда барса да центрден 0,2 метр болады. Енді мына жалпы 0,6 метр деп берілген үшін, мынауда автомат 0,2 метр болады. Сонда 0,2 метр деген сөз 100-ге көбейтеміз. 20 сантиметр болады жауабы А. Келесі. Каналдан қазып шығарылған топырақ көлемі дейді. Қатып қалды оны. Каналдан қазып шығарылған топырақ көлемі. Так. Ойланып көрейік. Каналдан қазып шығарылған топырақ көлемі. Так. Канал деген бізден іші, полностью жер болса. Канал деген ішінен барлығы канал болады ғой. Құбыр деген бізде. Тікбұрышты параллелепипед тәрізді канал қазды. Значит, тікбұрышты параллелепипед деген тікбұрышты параллелепипед тәрізді деп тұр ғой. Значит, мынау канал болса, төртбұрышты полностью көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін бірақ 400 метр деп аламыз. Көбейте аламыз, по-моему, осылай болу керек. 0,6, 1,2 және 400. Так, 10-нан 6, 10-нан 12 және 400. Нөлдерді қысқарып жіберейік. 6 көбейті 12 көбейті 4. Так. 288 метр куб бола ма? Жауабы 288 метр куб болады екен да. Так, кеттік келесі. Есеп бізде үшіншісі. Так, сұрақты оқып жіберейік. Жүргізілген құбырдың көлемі. Құбыр деген мынау ғой.
соның көлемі керек. Бұл бізде былайынан салатын болсам, бұл бізде бір цилиндр тәріздес. Жаңа бізге радиусын беріп қойды 0,2 деген. Және биіктігі бар 400 деген. Көлемін табатын формула S табан көбейту H қой. Табан ауданы πr квадрат бойынша есептелінеді. H деген бізде 400 деген биіктік болып тұр. Пиді біз 3,14 деп алуымыз керек. Радиустың квадраты 0,2 және 0,2 және 400 деген сан. Давайте мына жерде былай істейік, 3,14 деп ала берейік. 0,2 мен 0,2-нің 400-ге көбейткен кезде 2 көбейді 2 көбейді 4 шығады, яғни 16 шығады. Сонда 3,14-ті 16-ға көбейту болады. Көбейтейік, 3,14 көбейтілген 16. 4, 8, 18 бүтін, 4, 1, 3 бүтін. Енді қосатын болсақ, 4, 2, 0 және 5 бүтір. 2 саннан кейінді мына жерде болады. 50,24 болады екен. Д нұсқасында болады жауабы. Келесі есеп бізде құбыр жүргізілгеннен кейін, так мынау бізде 29, контекст сұрақтың біреу, екеу, үшеуін талдадық, енді төртіншісіне кеттік. Құбыр жүргізілгеннен кейін канал қандай көлемдегі топырақпен толтырылды? Құбыр жүргізілгеннен кейін канал қандай көлемдегі топырақпен толтырылды? Так, жаңағы канал полностью қанша болып еді? Басында соны қарау керек қой бізге. Канал басында қанша болып еді? 288 болыпты. Яғни 288 метр куб көлемде еді. Канал қандай көлемдегі топырақпен толтырылды? Бұл көлемі, полностью көлемі. Құбырдың көлемі қанша еді жаңа? Тоже бізге керек қой. 50,24. 50,24 деген сияқты. Енді осы екеуін, получается, мынаның іші 50,24 көлемі. Мынаның көлемі полностью 288. Енді бос жерлер бізге керек қой, бос жерлер. Топырақтың көлемі сұрап отыр мына жақта ше. Каналдан бөлек топырақтың көлемі сұрап отыр. Онда екі көлемді азайта саламыз просто. Екі көлемді азайта саламыз. Қанша болады? 76, 7, 3, 237,76. Жауап А болады. Осындай болу керек. Келесі кеттік. Келесі сұрақ бізде жайылған топырақ қабаты қалыңдығы шамамен қанша сантиметр болатынын табыңыз. Жайылған топырақ қабатының қалыңдығы шамамен қанша сантиметр болатынын табыңыз. Значит, несі қолданбадық біз мына есептерді? Тереңдік бәрін қолдандық қой мына жақта, тек қана мынаны қолданбадық, осы шыр, өткен последний контекст. Қазылып қалған топырақты метр ауданға біркеке жайып тастады. Жайылған топыраққа байланысты себеп осы болады. Жайылған топырақ қабаты қалыңдығы шамамен қанша сантиметр болатынын табыңыз. Қалыңдығы. Значит, біз не істеуіміз керек? Сұрақты қайттан контексті бір оқып шығайын. Құбыр жүргізгеннен кейін каналдан шыққан топырақтың белгілі бір бөлігі каналды қайта толтырып, жер бетімен бірдей етіп тегістеді. Құбырды жүргізгеннен кейін каналдан шыққан топырақтың белгілі бір бөлігі каналды қайта толтырып, жер бетімен бірдей етіп тегістеді. Жер бетімен бірдей етіп тегістеді. Так. Атылып қалған топырақты метр квадрат аумаққа біркелкі жайып тастады. Жайылған топырақ қабаты қалыңдығы шамамен қанша сантиметр болатынын
Табылды. Хабардар жүргізгеннен кейін каналдан шыққан топырақтың деп тұр, каналдан шыққан топырақтың белгілі бір бөлігі каналды қайта толтырып жер бетіне тегістеді. Так, каналдың көлемі қанша еді онда? Каналдың көлемі қанша еді? 50,24 па? 50,24 метр куб көлем. И осы каналдан шыққан топырақ деп тұр, оның ішінде топырақ бар, соны шығарады да, сосын соны тегістейді. Демек, бізде А көбейту Б көбейту С түрінде жазылған болса, мынау бізде А және Б түрінде жазылған болса, біз сыны, яғни қалыңдығын қанша болатынын табуымыз керек. Сыны, примерно, значит, мына екеуін бөле саламыз. Бөлінген 1000 деп алайық. Яғни 1000-ға бөлген кезде үтір неше рет жылжиды? 3 рет жылжиды ма? 1 рет, 2 рет, 3 рет жылжиды. Значит, 0,05-0,24 метр болады. Бірақ бізге қанша сантиметр деп жатыр, оны 100-ге көбейтіп алу керек. 100-ге көбейтіп алатын болсақ, қайтадан 5,024 сантиметр шығады. Яғни жуықтайтын болсақ, ол 5 сантиметр ғана деген сөз. Жауап Б болады. Жауап Б болу керек. Осындай. Так, ары қарай кеттік. 31-ші сұрақ. Так, енді сәйкестендірулер. Нүктесінен өтетін болса, А-ның және түзудің К бұрыштық коэффициентінің мәндерін сәйкестендіріңіз дейді. А-ның және түзудің К бұрыштық коэффициентін сәйкестендіріңіз. Так, мынау нүктелер бізге берілген. Осыны қою арқылы біз А нүктесін таба аламыз. Яғни А, мынау X біріншісі, екіншісі Y ретінде қолданылады. Плюс 2Y, яғни Y орнына біз 1-ді қой жерге. Тең 6 дейік. А көбейтілген 4 тең 6 минус 2. А көбейтілген 4-ке тең. А-ның мәні бізде 1-ге тең. Яғни Б деген нұсқаға біз 2 деп белгілейміз. Яғни екінші тұрған деп белгілейміз. Так, енді К-ның мәні керек бізге. К-ның мәні табу үшін бұрыштық коэффициент деп жатыр ғой. Онда мына жақта теңдеу құрастыруымыз керек қой бізге. Мына жерден теңдеу құрастыруымыз керек. 2y тең 6 азайтылған ax. 2y тең. Сонда 6 бөлінген 2 минус a бөлінген 2 x болады. Енді бұрыштық коэффициенті дейтін болса, ол k деген бізде қайда тұрады? Y тең kx плюс b деген формула бар мысалға. Сол жерде ол x-тің алдында тұратын сан. Яғни бізде бұрыштық коэффициент k минус a бөлі 2 екен. Яғни минус 1 бөлі 2. Минус 0,5 деген сан. Жауап 1 болады екен. А нұсқасына 1-ді, Б нұсқасына 2-ні белгілеу керек тестте. Так, кеттік келесі. Тең бүйірлі трапецияның үлкен табаны 9 см. Суретін салайық. Тең бүйірлі деп жатыр. Екеуі тең болады. Үлкен табан 9 см. Бүйір қабырғасы 4 см. Сүйір бұрышы деген жер 60 градус болады. Осы трапецияның орта сызығы L. Орта сызығы деген жерден өтетін сызығы. Ол орта сызық мынаны 2-2 деп бөліп тастайды бүйір қабырғасын. Орта сызығын L, периметрін P мәндерімен сәйкестендіріңіз. Так, менің трапецияның орта сызығы керек. Трапецияның орта сызығын табу үшін біз бірінші кіші табан табуымыз керек. Бұл тең бүйірлі деген подсказка берілген үшін біз былай істейміз мұны. 90 градусқа түсіріп алсақ. 9 болса, 60 градус, 90 градус, 30 градус ережесі бар ғой бізде, сол бойынша шығара салайық. Мына жақта 30 градус деп алайық. Енді қараңдар, мынау бізде 4 деген 90-ға қарама-қарсы. Онда 30-ға қарама-қарсы ол 2 есе кіші 2 болады. Демек, мына жағы да 2 тең бүйірлі болған үшін. Онда кіші табан бізде 5 болады. Мына жерде 5 деп аламыз. Мына жақ 9. Яғни барлығы. Енді периметр сұрап жатыр. Периметр деген бір нүктеден сол нүктеге қайттан келу. 4 қосылған 9, қосылған қайттан 4 және 5 жаңа есептеген.
Значит, 22 шығады. Периметрдің мәні 22-ге тең болады екен. Ал L-дің мәні ортасыздық, иә? Ортасыздық табу үшін біз А қосу Б бөлу 2-ні қолдана саламыз ғой. Демек, 5 қосу 9 бөлу 2. 14-ті 2-ге бөлсек, 7. L-дің мәні 7-ге тең болады. Ендеше, біз P деп 4-ті белгілейміз. А нұсқасына 4 деп жауап бересіңдер. Б нұсқасына 1 деп жауап бересіңдер. Так, келесі. Так, сәйкестендіріңіз дейді. Квадрат теңдеу берілген. Осындай түрге келтіріп жасаймыз бұны. X квадрат минус 2 көбейту 1 көбейту x деп алайық. Потом 9-ды плюс 1 плюс 8 түрінде ашамыз. Өйткені мына формулаға келу керек. Яғни бұл бізде x минус 1-дің квадраты түрінде жазылады. И қосу 8 түрінде жазылады. Мынаған келтіретін болсақ, бұл жерде m-нің мәні 1-ге тең болып тұр. N-нің мәні 8-ге тең болып тұр. Яғни n деген бізде 4, m деген бізде 1, яғни 1 деген бірінші тұр. Сонда жауабы A-ға 4-ті, B-ға 1-ді белгілеу керек. Келесі. Айнымалының мамыжыға тиісті емес мәндерін табыңыз. Тиісті емес дейді. Значит, көрейік. Мынаны біз қалай жасақ болады? Былай істейік, 10, жақшаға жіктеген кезде, мына жерден x шығады, және x плюс 3 шығады ғой. Мына жерден x шығады, және x минус 2 шығады. Демек, мынау x плюс 3 пен x минус 2-нің көбейтіндісінен шығады деген сөз. Есептеп көрсеңдер, содан шығады. X плюс 1, мына жақта x көбейтілген x плюс 3, мына жақта 4, және x көбейтілген x минус 2. Мамыжысы не нәрсе? Астындағылар тең емес болу керек. Яғни x қосу 3 тең емес 0. Онда x тең емес минус 3. X тең емес 0 деген бар тағы да, мынау. Мынау және мынау. Қалғандары қайталанып тұр. X минус 2 тең емес 0, x тең емес 2. Значит, айнымалының мамыжысына тиісті емес мәндері. Демек, бізде жауап B болып тұр. Точнее, екіншісі болып тұр. А нұсқасында 2-ні белгілейміз. Келесі теңдеудің түбірлері дейді. Теңдеудің түбірлері ол x-терді анықтау керек. Және мамыжыға сәйкес келмейтіндерін сызып тастаймыз. Келесі теңдеудің түбірлерін табу үшін мына теңдеуді тең 0 деп шығаруымыз керек ары қарай. Ол үшін барлығын бірдей ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Мына жаққа x жетіспейді, мына жаққа x минус 2 жетіспейді, мына жаққа x плюс 3 жетіспейді. Тек қана үстін шығара берейін. Үстіндегі өрнектен минус 3, 2 және x шығып қалса, оны жауаптан алып тастай саламыз. Кеттік. 10x қосылған, мынаны жақшада ашып алсақ, x квадрат минус x минус 2, плюс 1 минус 2 деген минус 1 және минус 2 шығады. 4 көбейтілген жақшада x плюс 3 тең 0 дейік. 10x қосылған x квадрат минус x минус 2 минус 4x және минус 12 тең 0. Көбейткен кезде байқаңдар, плюс минус бізде минус береді. Сонда бірдей мүшелерін жинайық, x квадрат 10x-тен x азайтсақ, бізде 9x, 4x азайтсақ 5x болады. Минус 2 және 12-ні минус 12 жасайтын болса, ол минус 14 болады. X тең 0. Түбірлері қай сандарды қосқанда минус 5, көбейткенде 14 болады. Ол минус 7 мен 2-ді қосқанда минус 5, көбейткенде 14 болады. Минус 7 мен 2 болса, значит, бізде жаңа айтты ғой, 2-ге тең емес деп. Мына вариант қабылданбайды онда. X-тің мәні сонда түбірі тек қана минус 7 болады. Демек, мынада бізде 1 болады. Түсіндік па? Сонда біріншісіне 2-ні, екіншісіне 1-ді белгілейсіңдер. Кеттік, ал келесі. Арифметика прогрессияның 3-ші, 5-ші мүшелерінің қосындысы 30-ға тең. Яғни бұны біз бүйтіп жазып алуымыз керек. 3-ші плюс 5-шісі тең 30-ға. 6-шы және 1-ші мүшелерінің айырмасы дейді. А6 минус А1 20-ға тең. Келесі өрнектің жауаптарын сәйкестендіріңіз. Бірінші осыны есептеп алайық.
мына жерде A3 дегенді біз A1 плюс 2D түрінде жазамыз. Мына жақта A1 плюс 4D түрінде жазамыз. Мына жерде A1 плюс 5D түрінде жазамыз. Енді кеттік. A1-лерді қоссақ 2A1 6D болады. Ол 30-ға тең. Және A1-ден A1-ді азайтқан кезде жойылып кетеді ғой, тек қана 5D тең болады 20-ға болады. Бұл жерден біз сразу D-ні тауып алсақ болады. D-ның мәні бізде 4-ке тең. Онда 2D деген 2 көбейтілген 4 8-ге тең болды. Мына жақта бір нұсқаның жауабы шықты, 8. Енді S8-ден дейді. Бірінші A1 керек ол үшін. Мына жаққа 4-ті қойып арай шығаратын болсам, 2A1 қосылған 6 көбейтілген 4 тең 30 деп, 2A1 тең 24-ті азайтсақ 6, A1 тең 6-ны 2-ге бөлсек 3-ге тең. A1-ді анықтадық. Өйткені мына формуланы шығару үшін S8-де бізде A1 және D міндетті түрде керек. S8 деген формула 2A1 қосылған 7D бөлінген 2 көбейтілген 8. Так, 8 мен 2-ні қысқартып алайық, 4-ге қазір көбейтіп жібереміз жауабын. 2A1 деген ол 3 көбейтіледі, 7D деген ол 4 көбейтіледі. Жақшаға алып 4-ге көбейтеміз қысқартқаннан кейін. 6-ға 28-ті қоссақ 34, 4-ге көбейтеміз, 136 деген жауап шығады. 136-дан енді 127-ні азайтып жіберуіміз керек екен. Сонда жауап 9 болады. 9, яғни жауап 4. Мынада 4 болады, мынада 3 болады. Белгілегенде байқау керек. Так, келесі. Так, бұл да оңай есеп. Өрнекті просто жақшасын ашамыз. X квадрат минус, так, формула бойынша 2A ғой. 2A сосын B деген 2Y. И және Y квадрат, яғни 2-ның квадраты және Y-дің квадраты. Сол X квадрат қосылған A көбейтілген XY плюс BY квадратқа тең екен. Сонда мына X квадрат минус 4XY қосылған 4Y квадрат болады. X квадрат қосылған AXY қосылған BY квадрат болады. Енді қарап отырсақ, X квадраттар бірдей. Мына жақта минус 4 пен A-ны теңестіріп алуға болады. Плюс 4 пен B-ны теңестіріп алуға болады. Все, A-ның мәні минус 4, B-ның мәні 4. Яғни жауап A және D болады. Осыны белгілеуіміз керек тестте. Ары қарай. Келесі бізде 37-ші есеп. Радиус векторы осындай вектор берілген. Суретін салып алайық. 5-пи бөлінген 3 деген қанша болады? 5 көбейтілген 180 бөлінген 5-пи бөлінген 6. Қысқартып жіберсек 5 көбейтілген 30, 150 градус. 90 градус. 0, 180. 150 градус деген бізде 0-ден кейін 30, 30-дан кейін 45, 45-ден кейін 60, сосын 120, 90-дан кейін 135, сосын 150, сосын 180 болады. 150 деген мына жерде болады. Бұрышының радиус векторымен тең болатын беттесетін бұрыштар. Беттесетін деген сөз бар. Беттесетін деген сөз айналып келгенде қайтадан осы нүктеге келетін деген сөз бар. Енді нүктеге тең болатын нүктені табамыз. Беттесетін, прям соған түсетін. Так, бетек онда 5-пи бөлінген 6 болса, бұл өзі, мысалға енді бір круг қоссам 2-пиді қанша шығады ол? 17-пи бөлу 6 деген вариант болса, соны белгілейсіңдер. Енді давайте бір круг артқа жүріп көрейік. Минус 2-пи. Минус 7-пи бөлу 6 деген вариант болса, оны да белгілейміз. Значит, ары қарай қоса беруге болады. 4-пиді қоссам болады да. Мысалы 17-пи бөлу 6 шықты ма, тағы да 2-пиді қоссақ болады. Мысалы 6, 12, 29-пи деген сияқты. Бірақ ондай вариант уже жоқ мына жерде. Значит, осымен тоқталады деген сөз ғой. Неге 2-пи? Өйткені целый бір кругтан кейін деген сөз, ол 2-пи деген сөз. Беттесет деген тура осы жер деген сөз. Тура осы жерге қайттан келеді. Значит, жауап бізде осы 2 болғаны А және Д нұсқасы. 38-ші сұрақ. Кеттік шарттық. Үшінші мүшесі 4-тен 1, 7-ші мүшесі 64-тен 1-ге тең, шексіз кемелі геометриялық прогрессия. B3 4-тен 1-ге тең,
мүшесі b7 64-тен 1-ге тең дейді. Геометриялық прогрессия. X геометриялық прогрессияда формула мынандай. b1 1 минус q. И және бұл жерде ескеру керек X геометриялық прогрессияда нәрсе бар, q-ге байланысты. Ол не нәрсе? Мынау берілген q-міз бізде модульде бірден кіші сан болса ғана болады. Модульде дегеніміз, значит, минус стандартты қабылдай алады, бірақ та сол минус сандардың именно бірден кіші сандар, мысалы, минус 2-ні қабылдай алмайды, бірден кіші болмайды деген сияқты. Модульден шыққан кезде бірден кіші сан болу керек. Так, мына екеуін енді шығарайық. Q-ді табу үшін не істеуге болады? B7-ні B3 бойынша өрнектей аламыз, B7 көбейту Q4 деп. Енді B7 дегенде біз 64-тен 1 деп аламыз, B3 дегенде ол бізде 4-тен 1 және Q4 дәрежесі. Қысқартып жіберсек, бізде қанша шығады? 16 және Q4 болады екен. Q деген сан, значит, бізде плюс минус 2-ден 1-ден 4 дәрежесі. Енді қараймыз, формулаға келе ма? 2-ден 1 келеді, минус 2-ден 1 тоже келеді. Значит, екеуімен де ответ шығады деген сөз ғой. 2-ден 1-ді қойық. B1-ді тауып алу керек бірінші. Так, бүйтейік. Шығармас бұрын. Q1 тең 2-ден 1 болды. B1 неге тең? B1-ді табу үшін B3 деген формулаға қоя салайық. B3 тең болады B1 көбейту Q квадрат. Значит, 4-тен 1 тең болады B1 көбейтілген 2-ден 1-дің квадраты, яғни 4-тен 1. Значит, B1 нешеге тең? 1-ге тең болады екеуін бөлшеген кезде. Енді Q2-ні алайық, минус 2-ден 1 деп. Сонда B1 неге тең болады екен? Так, Q2 деген бізде тағы да B3-ге қоя салайық, 4-тен 1, B1, Q2 қайттан 4-тен 1 болады, B1 қайттан 1 болады. Енді осы бойынша ашамыз. Кеттік. SQ, яғни шексіздік. Шексіз кемелі геометриялық прогрессия. B1 деген бізде 1 болды. 1 минус бірінші 2-ден 1-ді алайық. Значит, шексіз кемеліде ол бізде 1 бөлінген 2-ден 1 болады екен. Яғни жауап 2 деген нұсқаны белгілейміз. Келесі екіншісін шығарған кезде 1 бөлінген 1 минус 2-ден 1-ді аламыз. Енді, значит, плюс 2-ден 1 болып кетеді. Значит, 1 бөлінген 2-ден 3 болады. Демек, ол 2 бөлінген 3 деген вариантты аламыз. Значит, E варианты тоже нұсқа болады. Дұрыс жауапқа жатады. Демек, жауабы біздерде және E. 39-шы сұрақ. Теңдеулер жүйесінің шешімі болса, x0 минус y0 тап дейді. Маған шығару керек бірінші онда. Так, мына жерде 2 дәреже берілген. Енді мынандай нәрсе бар. 4 дәреже берілсе, оны A деп аламыз, ал 2 дәрежесін біз A квадратта деп аламыз. Получается, 4 дәрежені квадраттайтын болсақ, 2 дәреже сағат деген сөз ғой. Енді осылай шығарамыз. A қосылған B, B деп алып отырды. Демек, түбір астында y-ті 2 дәрежелі B деп аласыңдар. 4 дәрежелі y-ті B квадратта деп аласыңдар. Ой, наоборот, 2 дәрежесі 4 дәрежелі ғой. 4-тен 1, 2-ден 1 деген сияқты ғой. Енді кеттік. A қосу B тең 13 деп алдық. A квадрат қосу B квадрат тең 13. Мына жерде A қосылған B тең 5 деп алдық. Осы жүйені шығаруымыз керек. Так, бізде шығаратын жолдар бұл жерде A тең B бойынша өрнектей салуға да болады, немесе подбор жасауға да болады, қандай сандар келеді деген сияқты. Бірақ шығару жолын көрсетейік, өйткені x y-ті тап деп жатқан жоқ бізге. X минус y тап деп жатыр. Так, мынандай формула көрсеңдер. Бұны былай істейік біз, давайте. Мынаны ашайық. A тең 5 минус B деп. Сосын осы A-ның орнына сол 5 минус B-ны қойып шығайық. 5 минус B квадратта қосылған B квадратта тең 13. 25 минус 10B қосылған B квадрат плюс B квадрат тең 13. 2B квадрат минус 10B 25-тен 13 азайтып алса 12 тең 0.
Барлығын 2-ге бөліп тастасақ, b квадрат минус 5b плюс 6 тең 0. b1 және b2. Қандай сандарды қоссақ 5, көбейтсек 6. Ол 3 пен 2 деген сандар. b1 және b2 шықты бізде. Енді a1, a2 мына жерге қою арқылы табуға болады. a1 деген b-ға 3-ті қойсақ ол 2, a2 деген b-ға 2-ні қойсақ 3 деген сандар. Сонда, міне, біріншіміз бізде a1 тең болды 2-ге. Это значит a деген түбір асты 4 дәрежелі x ол 2-ге тең. X деген 4 дәрежеге алатын болсақ, 2-ның 4 дәрежесі 16-ға тең болады. b1 деген бізде нешеге тең болды? 3-ге тең болды. Мынаны жасап жатырмыз мұны. 3-ге тең болды. Демек, бізде b1 жаңа жоғарыдан неше еді? b деген 4 дәрежелі y. 3-ге тең болса, ол y 3-ның 4 дәрежесіне тең болады. Значит, y 81-ге тең. X минус y деген осы екеуін азайтқанда жауап неше болады? Минус 50, так, 65 па? Минус 65 деген сан болады. Яғни жауап С. Так, енді келесі екіншісін шығарайық. Екіншісі бізде мынау. Ол жақтағы A2 3-ге тең, B2 2-ге тең, керісінше. Значит, 4 дәрежелі x 3-ге тең болса, ол x-тің кубы, x-тің 4 дәрежесі, x деген, 4 дәрежесінен бересіңдер, 4-тер қысқарады, 4 дәрежеден бересіңдер, ол 81 болады. b деген бізде 4 дәрежелі y тең 2, то же самое y тең 2-ның 4 дәрежесі болады, y тең 2-ның 4 дәрежесі 16-ға тең. X-тен y-ті азайтамыз, жауап 65 F болады.